адамның шынайы мұсылманшылығы саудада білінеді ше. Кімнің кім екенін саудада білесің. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бекерден бекер айтпаған. Шыншыл саудагерлер бар ғой. Таразыдан ұрмайтын, алдамайтын, кетігін кетік деп, кемтігін кемтік деп айтатын сауданың өзінің жаңа нелер бар ғой. Соны дұрыс қойып, орнына хақысын қойып саудаласқан кісілер дейді, ана қараңыз. Кіммен бірге тіріледі дейді? Пайғамбарлармен бірге тіріледі дейді ана. Саудагерлер, ол сол замандағы саудагерді айтып жатқан жоқ, қазір де айтып жатыр ол. Қияметке дейінгі келетін саудагерлерге айтылған хадис бұл пайғамбар саллаллаху. Саудагерлер дейді, хақысын орнына қоятын, алдамайтын шыншылсы пайғамбарлармен бірге тіріледі дейді. Ал одан кейін кіммен тіріледі дейді? Шахидтермен дейді. Мағаш-шухада, шахидтермен, сахабалармен. Одан кейін кіммен тіріледі дейді? Мағас-салихин, Алланың ең сүйікті игі пенделермен кездеседі дейді. Солармен бірге тіріледі дейді. Әшейін саудагер болуыңыз мүмкін, құрт сатып отқан, шымшық май сатып отқан, мысалға да, сүт сатып отқан деп айтайық. Осындай кішкентай сауда сізді кіммен бірге тірілтеді ертең? Шыншылдығыңыз болатын болса, пайғамбарлардың қасында отырасыз. Мен сауда істеген едім, Аллаңыз алдаған жоқпын, Алла тағала сіздің қасыңызға келіп қойды. Осылай болады әңгіме. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осылай айтқан екен да.